Біздің сөйленгенге жаман нәрсе ұғындырмағаным, айтпағанымыз, ана балаларға, жастарға жеткізе алмағанымыз біздің отбасымызда, дүниенің бәрі сол отбасынан құрып отыр. Отбасымызда бұрынғы қазақ баласын шақ сөзбен тәрбиелеген. Ұят болады, жаман болады, обал болады. Енді осының үшеуінің де мағынасы үш түрлі. Мысалы, ненің ана малды өлтірсең, болмаса бір қиянатқа жасаң, ол не демейді ғой, обал болады деп айтпайды ғой. Сол ұят болады дейді. Біреуге қиянаттық жасасаң да сол. Ал осы үш сөзді үш түрлі сондай неде қолданады. Ал енді бұрын қазақ солай тәрбиеледі. Ана бесіктен бастап тәрбиеледі. А бүгінгі қазақ неге өйтпейді? Неге өзінің ата бабасынан келе жатқан әдетін, ғұрпын, салтын сақтамай тұр? Қазақ ұлт тірегі ұрпақ дейді. Тәрбиетіні қыз дейді. Енді осында бір керемет сөздерді айтамыз да, бірақ ана сөздерді жүзеге асыруға келгенде асырмаймыз. Шынымен де келгенде сенің ұрпағың жалғасың, ұрпағың тірегі, ол ұлттың тірегі, сол ұрпағы. Ал тәрбие неден басталады? Тәрбие отбасынан басталады, ошақтан басталады, ол анадан басталады. Ана өзінің ақ сүтін берген кезде сол баласына ұлтыңның ата бабасынан келе жатқан салт, әдет, ғұрып, салтты үйрет сен соған. Сонда ғана ол бала тәрбиелі болады. Көктен түскен жоқ қой.